Сонымен барлықтарыңызға сәлем тағы да. Бүгін мінеки балалардың мектепке барады ғой енді екеуі де. Соған алған заттарыма обзор. Мектепке дайындалып болдық деп па. Мінеки енді Әлімханнан бастайық. Әлімхан биыл 1-ші классқа барады. Енді алған заттарымды көрсетейін. Мына 2 майканы мінеки өзім көрініп тұрған шығар, жарықта түсіріп алайын деп түсіріп жатырмын. Осындай хыбы материалымны көріп тұрғандарыңызда осындайдан екеу Пиндододан алдым бұны. Енді бағасын жазып кетем осы видеоның астына. Екеу бірдей, қаншаншы размер алдым мен? 130-дан екеу алдым мінеки. Материал күшті бір. Өзіме ұнады, осыны таңдап алғам. Енді одан кейін Пиндододан тағы мынандай қысқа жейде. Кішкене синтетика сияқты екен. Бірақ енді осы сентябрьда білмеймін, суық бола ма, ұзын жейдесі де бар коттоннан. Оны былтыр алып қойғам скидка кезде. Кішкене дәу болған, биыл тура болып, оның ең ұзын ол, бірақ хлоп 100%. Мына жерде мына кішкене синтетика. Бұны да 130 деп алдым. Пиндододан 1200 теңге ма, сондай қалдым. Бұны да бағасын қазір жазып кетем, міне синтетика. Бірақ андай бірдеңе тамса, бүйтіп ақып кете ма, бірдеңесі бар. Ал енді мына костюм шал бар. Бұны біз барахолкадан алдық. Барахолкадан Кенжеханнан алдық. Мінеки. Осындай бір сымы бар, жакеті бар. Енді 1-ші классқа баратын болғандықтан бұны Пиндододан заказ бермедім, тағы тура келмей қап деп соны кигізіп, өзіне сол Кенжеханнан алдық. Шамамен бағасы 17 000 болды. Осындай көк, қара көк киет дегесін, қарасы да бар екен, осыны алдық. Одан кейін мынау жемпір, кардиган дейміз ғой, мектепке кигенге. Бұны Пиндододан алдым. 130 материалы мінеки. Андай түтігі шықпайтын. Сондайын таңдадым кішкене. Бұның да бағасын астына жазып кетем. Осы, одан кейін мынандай куртка. Күзге кигенге, жаңбырға киетін қалың ішіне кішкене бір слойы бар, қара курткасы бар. Енді мынау ештеңесі жоқ, өйткені жаңбыр жауын-шашынға кигенге осындай алдым. Ана жағынан да екен ғой. Капюшоны бар. Іші мынандай астары хыбы. Бұны да Пиндододан алдым. Бұның да бағасын жазып кетем. Енді бұл жерде весі болады, несі болады. Весі бөлек, тек өзінің бағасын астына осы видеоның жазып кетейін. Мынандай качественный плащевка материалы. Әлімханға сонымен осылар. Одан кейін сол Кенжеханнан нәскиін қосып береді екен ғой, Кенжеханда аяқ киім кисе. Сол обувной ряд бар ғой, аяқ киім сататын қатардан алдық. Гномиктан алдық, өзінің былтырғы босоногий деген аяқ киімі бар. Ол да тура екен, ол кішкене кеды сияқты ма, сондай спортивный. Мынаны алдық, жауын-шашынға киеді деп. Гномик российский деп айтты енді. Нормальный енді. Есі жоқ сияқты, мына гномик дегесін осын кигізіп алдық. Мынандай коробкада. Білмеймін, Россия ма, под Китай жасалынған айтып. Қанша қалдық? 11 000, 12 000 сондай қалдық. Мына барахолкадан алдық, сол Кенжеханнан. Аяқтары деген тез өсіп жатыр баламның. Осындай. Әскен сақ бояқ. Содан кейін Пиндододан одан кроссовка алдым. Мына Бобдог деген фирмадан алып көбіне. Былтырғы кроссовкасы да сол жерден болған. Андай кроссовка алдым. Жаз болғанда қазір күзге кигенге. Мына жер тартылады. Іші мынандай. Кигізіп көрсем тура деп тұр енді. Осы мінеки. Бұны Пиндододан алдым. Бұның да бағасын астына жазам, ерінбесем. Енді Алидушка мектепке барады. Бірақ налевой классқа. Енді қызға алғанымды көрсетіп жүрейін. Аяқ киімнен бастай берейін. Аяқ киімі мінеки. Туфли. Бұның ақ туфли да бар негізі. Бірақ ол андай балетка сияқты. Мынаны да Пиндододан алдым. Тоже бағасын жазып кетем. Кішкене үлкендеу болып тұр. Енді алдына мақта салып жүрем ба көремін. Немесе балеткасын кие тұрады. Аны жауын-шашынға кигенге. Мына жағы бүйтіп ашылады.
Сондай. Бір размер маломерка жүрген екен десем, кішкене үлкен болып қапты. Одан кейін барахолкадан мына жерден сол кенже ханнан алған мына бантик ұнады. Мынау 1000 теңге. Содан кейін мынаны 1000 теңге. Екеуін осы екі парадан екеуін 2000 алдым. Мынау 1000 теңге, мынау 1000 теңге. 1500 деп тұрған еді. Екеуін 2000-ға бересіз ба деп едім, берді. Мынау да ұнады. Сосын екеуін бірақ аласыздар. Бантик көп болмайды. Ал мынаны Пиндододан заказ бергем. Бұны тек мынандай заколка сияқты. Осындай артында заколкасы бар, осындай. Бұны білмеймін, бағасын жазам ба көремін. Тапсам. Одан кейін қызға ары қарай мына жерде носки туфлимен киетін мынандай. Осындай носки хыб екен. Бұндайды 5 келген ғой, үшеуі ашылмай тұрады. Біреуін бердік біреуге. Бұл жерде 3, мынау 4. Хыбы. Одан кейін енді қызығып алып заказ бере берген ғой мен. 5 несі носки арзан келді негізі. 5-і 500 теңге ма, 600 теңге ма сондай. Мынандай гольфи. Бұны не істеймін мама дейді, киесің дедім, бұл әдемі екен. Бұл да хыбышка мінекей. Несі бәрі. Бұның да бағасын жазып кетем. Бағалары бар, негізі мен де жазып кетем. Содан кейін мынандай кофта заказ бердім. Бұл да хыбы мінекей. Мен синтетика кигізбеуге тырысамын мінекей. Ең ұзын ала салдым. Өзінің былтырғы садикта кигені бар, бірақ ол қысқарып қапты. Кәдімгідей қысқарып қапты. Мына жерде мен 120 бердім. Осындай мына жерінде резинкасы бар. Осындай ақ кофта. Одан кейін ақ майка бердім қызға да. Қыз майкаларын бәрі кішірейіп қалған. Сол бір Әлімхан екеуінің фирмасы бір Пиндододан осы міне. Кофтаны да Пиндододан бердім. Мынаны да екеуі 2 майка. Екеуден жүреді. Кәдімгі материалдары да күшті. Мінекей мынандай. Көріп тұрғандарыңыздар. Хыбы бұл да. Кигізіп көрдім, тұп-тура болды. Кәдімгі пакеттері де кәдімгі күшті, мынандай сырмалы пакеттерге салынған бөлек. Одан кейін колготка заказ бердім. Күздік бірақ бердім, өйткені үйде андай жұқа колготки бар. Мынау күзге кигенге. Мынандай. Көрініп тұр ма? Мынау күзге кигенге ақ колготка. Мынандай несімен. Одан кейін мынандай сұрым бердім күзде кигенге көйлектерімен. Мына жерде юбка, бұны да Пиндододан бердім. Мынандай шортик сияқты ішінде. Одан кейін Алидаға мынандай күзге кигенге спортивка. Спортивка былтыр куромии бар еді, фиолетовый. Содан осындай заказ бердім. 2000 теңге ма, сондай болып 2,5 ба сондайға. Күзде кие салғанға да, талаға ойнаса да енді. Не жалко да. Арзан. Мектепке киіп бара салғанға да болады. Мынандай несі қысқағана кеудесі. Одан кейін мынандай штаны. Мындай не клеш сияқты. Кішкене мына жерде резинкасы қаттылау екен, ауыстырып жіберуге болады екен. Қаптап тігілмеген, мына жағынан ғана тігілген екен. Басқаға ауыстырып беремін ау деймін соған қарағанда. Осы, бұны да бәрін Пиндодан алдым қызға. Одан кейін мынандай сумка. Бұның сумка дәу заказ беріп қойды, содан қайтадан оны сіңіліме беріп тастадық. Үлкен болып кетті. Мынаны заказ бердім. Мынандай брелогы бар екен. Бұны да Пиндодан заказ бердім. Бірақ ашады да бұл жерде бір жақсы. Бірақ бүйтіп ашады, бұлай кітабын салады, жабады. Екі жағында 2 замогы бар мынандай. Әдемі сумка екен. Мынандай су салатыны бар. Ішінде басқа дополнительный мынандай бір несі бар. Жетеді енді. Налевойға аса бір кітап тасымайды ғой. Негізі сумкалары бар қызымның. Сол барлығы осы. Мына жерде міне пакеттердің бәрі мындай жұмсақ пакеттермен келген. Майканка ғой деймін кажется. Сол Пиндододан солай киініп алдық. Енді барлығының бағасын былай жазып кетем, шамамен қанша кеткенін көрсетемін одан кейін. Енді канцеляриялар бар, оған
тағы да видео түсіремін. Киімдер осы балалардың биылға. Алида, сумкаң ұнады ма? Юбка бәрі ұнады ма? Туфлиші? Ұнады, е? Ұнады ма? Мектепке барасың ба әлде? Балабақшаға ма? Мектепке барады менің қызым. Бір налевой классқа барады, е? Сонымен қатты дайындалып жатырмыз. Кітап дәптерлеріне де обзор жасаймын. Сол видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар.